ATX сайтына көштім, браузер арқылы. Сол сайтқа көшсеңіз, сол жақта мынау не бар өзіңіздің. Осы жерде, сол жерде мына профильді басу керек. Сонда осындай бет ашылады. Осы профильде мәзірден құжаттарды таңдау керек. Осы жерде тестілеуге дайындау деген бар. Әрине нұсқаулық орыс тілінде, қазақ тілінде әзірше жоқ. Және мынерде тағы да қосымша ATX пайдаланушысы нұсқаулығы. Осы екі нұсқаулықты өзіңізге жүктеп алып, соны оқып, танысып, үйренсеңіз болады. Және криптовалютаға қатысты көптеген ақпарат сонда жазылған. Оқығаныңыз пайдалы деп ойлаймын. Менде сол бір жүктелген бар. Біріншісі нұсқаулығы биржамен жұмыс істеу туралы. Осы жерде барлығы жазылған. Және осында қосымша қандай банктермен жұмыс істейтіндігі туралы да жазылған. Банковский депозит, банктер тізімі. Мына жерде Центркредит тізімде бірінші тұр. Сондықтан мен де сіздерге Центркредит арқылы қалай ақшаны толтыру, шығару туралы көрсеттім. Екінші нұсқаулық, тестілеуге арналған нұсқаулық. Бұл да орыс тілінде. Осындай сертификат береді, тестілеуді өткеннен кейін. Және мына жерде барлық былайша айтқанда қысқаша ақпарат. Криптовалюта саудасымен айналысқыңыз келсе, сізге нені білу керек, қандай ақпаратпен таныс болу керек. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды.